Жабайы алма. Сайын Мұратбеков. Зорлық пен қорлық. Әкеден де, шешеден де айырылған жетімдік тақсіретінің аяздай қарғанынан ба, сол жылғы қыс айрықша қатал, қытымыр болып еді. Есіме алсам, жонарқам күні бүгінге дейін сырқырайды. Қар қалың жауды. Кейбір жатаған үйлерді төбесімен бірдей ғып басып тастады. Есік алдындағы қар күресіндері кішігірім ақтаулар боп жоталанып, күннен күнге биіктей түседі. Ырысбек болса енді бізді жазалаудың тағы бір жолын тапты. Бірдеңеден жазып кінәлі боп қалсақ, яки айтқан тілін алмасақ, сирағымыздан ұстап тік көтеріп алады да, сол күресін қырға басымызды төмен қаратып шанша салады. Мойны қойнымыз қарға толып, тұншыға қашан өзі суырып алғанша аяғымыз көкке қарап тыпырлап тұрғанмыз. Бұл жазаны балалардың бәрінен де көп тартқан мен болдым. Ырысбек аяқ асты Нәзира әпкеме үсті-үстіне хат жазатынды шығарды. Және ол хаттарын басқа біреуден емес, ылғи менен беретін. Мұнан өткен қорлық болсын ба? Мен әрине, әуелгі кездері оның бұл басынғанына намыстанып, хаттарын тасуға көнбей қиқарланып бақсам, 2-3 күн қатарынан Ырысбектің қолына түскен жерде күресін қырға төбемнен шаншылып тыпырлап тұрып жаза тарттым. Тіпті өліп кете жаздаған кездерім де болды. Ақыры ол дегеніне көндірді. Көнбей қайда барам? Мені қарға тірідей көміп өлтіріп тастаса, бүкіл ауылда Ырысбектің қолынан ара түсіп құтқарып алар бір адам жоқ. Колхоз бастық Нұғман болса, аурулы, төсектен тұрмайды. Көлбай керең сонау күздегі оқиғадан кейін Ырысбек десе жанынан безеді. Бас көтерер жалғыз байдалы шал еді. Ол да Ырысбекпен бірге қалаға бір жолы барып келгеннен кейін пәледен 5 шақырым аулақ жүретін болды. Екеуі 2 ат шанамен колхоздың астығын сатуға кеткен. 4 күннен кейін қайтып оралды. Ауылға кіре бере байдалы шал шанасынан қарғып түсіп, Ырысбекті бейшіктің астына алдау дейсің. Сыбап боқтап жүр. Сенен көрген қорлығым ба, сенің істегенің бе, сүйегімнен өтті ғой, ай, өлдім-ау әбден, деп ызақорланып жыларман болып жүр. Шықпыртып ұра түседі. Ырысбек болса қалың тонмен басын бүркей түсіп, оның соққысын шыбын шаққан құрлы көрер емес. Қарқылдап көзінен жасаққанша күледі. Екеуінің шаң-шұңына бүкіл ауыл жиналды. Байдалы шал түтіге тұрып Ырысбектен көрген қорлығын айтты. Қалаға жетісімен Ырысбек дереу өзінің бір қап астығын сатып, ақшасын қалтасына салып апты да, шанасын байдалы шалға тастап, өзі ұшты күйлі жоғалыпты. Содан дәл байдалы шал қайтқалы тұрғанда бір-ақ келген. Бір қап бидайдың ақшасынан бір тиын жоқ, бәрін араққа салған. Онысын да қойшы, дейді байдалы шал. Бұл иттің маған қайта жолдағы көрсеткенін айтсаңшы. Әй, қорқылдау, енді қайтейін-ай. Осы ауылға осыдан тірі жетермін бе, жоқ па деп шыбын жанымды қуыш берекке түйіп, шаққа келдім ғой. Мынау ма? Мынау адам емес, жұртым-ау. Жын ба, шайтан ба, әйтеуір бірдеңе. Онан арғы оқиға былай бопты. Қаладан бері ұзап шыққанша, Ырысбек байдалы шалдың ұрысқандарының бәрін үнсіз мойындап, моп-момақан боп отырған. Бір кезде шанасы тоқтай қалады. Алдыңғы шанада екен. Өзі секіріп жерге түсіп, айдалада омбы қардың үстінде билей жөнеледі. Қолында 2 басты бәкі, жүздері жалт-жұлт еткен. Өзін-өзі әлгі бәкімен ал кеп сұққылайды. Қайдағы бір жын перілердің аттарына тап шақырып, зікір салып, көзі алақ-жұлақ етіп қанталап, түсі мүлде адам шошырлықтай күйге түседі. Содан бір кезде кеп, байдалы шалды алқымға алады. Қылғындырып бауыздамақ болады. Есі шыққан байдалы шал: «Әкем Ырысбек, не болды саған? Садаған кетейін-ау, не болды? Жазығым не?» деп жалынады. «Әлде қарның ашты ма? Мына менің астымдағы шөптің арасында қап бар еді», деген кезде ғана босатады. Байдалы шал ауылдағыларға базарлық деп алып келе жатқан азнаулақ ішімдігі және жұмсақ ақтынан пірәндік кәмпит бар қаптың аузын шешіп, соларын жайып салып, Ырысбектің шеңгелінен әзер құтылады. Ырысбек ішімдікті ішіп, жұмсақ нанды тойғанынша жеп, жол бойы қызара бөртіп рахатқа батып келеді. «Адам емес бұнау, адам емес!» деген байдалы шал әңгімесін түңіле аяқтап. Сонан бері Ырысбекті көрсе, анадайдан айналып кетеді. Бригадир байдалы шалдың өзі сөйткенде басқаға не жорық? Амал жоқ. Ырысбектің хатын Нәзира әпкеме өз қолымен әкеп ұсынам. Нәзира әпкем хатты алады да, бүктеуінде ашпастан қақ бөліп айырып, ошақтағы отқа тастайды. Соң мені жағымнан шапалақпен тартып жібереді. «Жексұрын», дейді көз жасаурап. Раста, өз әпкесіне Ырысбектің хатын тасыған іні Жексұрын емей кім?
Сөйтіп екі оттың арасында жүрген жайым бар. Әнеу бір күні Ырысбектің хатын Нәзира әпкеме ұсынып тұрып, шыдай алмай еңіреп жылап жібердім. Менің мүшкіл халімді ұқтау деймін. Нәзира әпкем хатты қолына ұстаған күйде мені ертіп, Ырысбектің үйіне әкелді де, көзінше қақ айырып тастай салды да, аяғымен таптап езгілей тұрып: «Мен сіздің хатыңызды еш уақытта оқымаймын да, босқа әуре боп ендіге жазбаңыз», деді. Өз терісіне өзі сыймай, ызадан жарылып кетердей боп түсі бұзылып, түтіге тұрып айтты. Басқа біреу болса, мұндайда Ырысбек көзін алақ-жұлақ еткізіп тап беретін. Ал Нәзира әпкемнің мына істегеніне қызарақтап күле түсіп: «Нәзира қалқым, мен дей берген тұтығып. Анау кезде айтып ем ғой, мен сізге ешқандай да қалқа емеспін деп. Аулақ жүріңіз менен». Онан соң мені ертті де Ырысбектің есігін қатты сарт еткізіп шығып кеттік. «Енді хат берсе алма», деді маған түйіле сөйлеп. «Ұратын болса, айтып кел өзіме. Ырысбек тұрмақ, одан зорғы болса да көріп алайын әуелесін». Әрине, Нәзира әпкем шындап ашуланса, ешкімнен де болса таймайды. Бірақ заты әйел ғой, оны арқа сүйеп не мұратқа жетермін. Қаншама жер тепсініп, мықтымси сөйлегенмен, жеме-жемге келгенде Ырысбекке не істей қояр дейсің? Құры сөзде. Кездейсоқ бір жағдай құтқармаса, Ырысбектен оңайшылықпен құтылу жоқ шығар. Күзден бері өзін военкомат 2 рет шақыртты. Армияға алып кететін шығар. Бұл қызыл көз пәледен сөйтіп құтылатын болармыз деп бүкіл ауыл күткен. Әсіресе оның қыл жағынан ығыр болған қыз келіншектермен біздер балалар шынымен ақ қуанғанбыз. Бірақ қырсық қылғанда 2 ретінде де жарамай қайтып келді. Өкпем әлі толық жазылмапты дейді өзі. Бүкіл ауылды аяғынан тік тұрғызып, зәре құтымызды ұшырғанда Құдай құрлы тепсе темір үзетін осы пәленің жазылмай жүрген ол қандай ауру екенін түсіне алмай дал болды ел. Әйтеу, ауданға жүрерден 2-3 күн бұрын екі көзі шүңірейіп, жағы суалып, түрі сарғыш тартып, 6 ай жас төсек тартып ауырған адамдай боп қатты жүдеп кетеді де, ал қайтып келген соң Зибашты не Эмманы ол шақыртқанда екеуі тоқтаусыз жетіп келеді. Шақыртып ап, 10 шақты күндей үйінде жатып айран сүт ішіп, сорпа ішіп қалжаланғаннан кейін өңінің сарғыш тартқаны, көзінің шүңірейгені кетіп, қайтадан делебесі қозған борадай құтырдым шыға келеді. Үйіндегі өзін күтіп баққан әйелді Зибаш болса да, Эмма болса да қуып тастайды да, басқа қыз-келіншектерге хат жазуын қайта бастайды. Ауылдағы жылт еткен қыз-келіншектен Ырысбектің көз салмағаны қалмады. Соңынан 5 күн түседі, 10 күн түседі, ақыры қалайда дегеніне жетіп тынады. Бүгінде Ырысбекке көнбегені кем дегем шығар. Бұл ма? Бұл 2 дүниеде көгермейді дейді 90-нан асқан Қуатбек шал басын шайқай отырып. Жылқыға жау тигенде жабық тұрар деген осы да. Кемпір шал атаулы Ырысбекті қарғап сілейді. Бірақ оған қыңыр Ырысбек жоқ. Қайта құтырда түсетін сияқты. Енді міне, Нәзира әпкемнің соңына түскеніне де біраз болды. Ақыры немен тынарын кім білсін. Әйтеу, осы кез маған оңай тиіп жүрген жоқ. 2 оттың ортасында шыбын жанды шүберекке түйгенде жайым бар. Нәзира әпкем Ырысбектің үйіне мені жетектеп апарып, оған доңайбат жасап кеткен күннің ертеңіне көшеде Әжібек кездескен. Қасында Қайрат пен Бәтен. «Ей, көк соққан, бер кел», деді бұйырып. Бұрын біздерді 2 сөзінің бірінде «әй жүгірмек» деп отыратын Әжібек биыл қыс «әй көк соққан» дегенді шығарған. Мейлі, тіпті жер соққан десе де, әлім жеттілігін жасап, зәбірлемесе екенде. «Е», деп мен қасына келдім. Басында әкесінен қалған түлкі тымақ, үстіндегі ескі қара тонының белін қайыс белбеумен қынтитып тұрып буып апты. Және онысын Ырысбектің жедесінің етегі құсатып артына қайырып, ысырып қойған. Сондықтан бұлар 2 жақ етегі жел кеулегендей делдейіп тұр. Аяғында ақ жұлықтанған ескі қонышқа қоңыр көннен бас салып тігілген дөрбеген үлкен етік. Оны солидолмен шылғытып, майлап алыпты. Өзі тіпті мұнда жоқ, жан адамды менсінер емес. Паңданып тұр. Маған сонау биіктен, жоғарыдан көзінің астымен ғана қарайды. Бұрын бойы менен сәл ғана биіктеу көрініш еді. Биыл қыз тіпті сырайып өсіп кеткен сияқты. Мұрты біліне бастапты. Бірақ Әжібек қанша паңданса да, сыйдиған арық түріне мына киімдері еш жараспайдақ. Ұсқыны адам күлерлік еді. Жаздағы Шымырбай шалдың бақшасының шетіне ескі қысқы киімдерін кигізіп қадап қойған қарақшы сияқты қалқиып тұр. Әттең, 1-2 жас болса да үлкендігін білдіріп әлімжеттік жасайды. Әйтпесе мына түрін мысқылдап мазақ етерем. Өзінің және бір жаман мінезі,
Жұртты мазақ етіп күлгенде құдай құрлы, ал өзіне айтылған бір ауыз әзілді көтере алмайды. Көзі аларып шатынап шыға келеді. Жарылып қанталап жүретін астыңғы ернін жалап-жалап қойып, зәреңді ұшыру үшін тісін шықырлатып, мені мазақ еткенде сен кімсің, мұрныңды бет қып жіберейін бе осы деп, күс-күс жұдырығын түйіп төніп келгенде, әзіл айтпақ түгілі бетінен тура қараудан қаймығасың. Өзі сенен үлкен, қолы ұзын, тарамыстанған арық болса да, күші басым, жеңілмеске қорықпасқа шамаң жоқ. Оған қарағанда Қайрат пен Бәтеннің киімдері тәуір. Бірінің үстінде жақында тоқылған жаңа шекпенде, екіншісі жүн сырған күпәйке киген, аяқтарында жаңа шарық. Бар дәмділердің апалары осылардың аузына ұстайтын екеуі, екі үйдің еркесі. Жүздері қызара тершіп, ұрттары томпиып тұр. Көк соққан, жөкеңді ұмытып жүрсің, деді Әжібек бірден кіжіне сөйлеп. Әрине, жөкең деп тұрғаны өзі. Ал енді оны менің қалай ұмытып жүргенімді түсінсем бұйырмасын. Үйіңде артық тұртық құрт ірімшік болса, осыны әжекең ауыз тиісінші деп алып шығу ғой, ойыңа да келмейді, деп біраз кінә артып сөгіп алды. Мына өзіңдей Бәтенді қараш, міне апасының 7 қатқа тыққан құртынан маған ұрлап әкелді. Енді байқадым, үшеуінің де ұрттары томпаңдап құрт сорып тұр екен. Мен кеше тура жарты табананды бірақ ұрлап әкелгем, деді осы тұста Қайратта шыдай алмай. Иә, мұна Қайрат сөйтті. Мәліс, деді Әжібек оны иығынан қағып. Ал сен ғой? Ей, осыны қойшы сараңды. Бұлар өздері тұқым-тұқиянымен сараңдар емес пе? Негізінен тартпай тұрсын ба? Деп, Бәтен аузындағы түкірігін шашырата кеп, құйрығымнан бір тепті. Әншейінде бетіме тура қараудан қорқатын мына жаманның құтырғаны қанымды қайнатып ақ жіберді. Тіпті жеке өз басымды, мейлі, не десе о десін. Ал енді бүкіл тұқым-тұқиянымды сараң деген жаныма батып ақ кетті. Ыза буып Бәтенге тұра ұмтылғам. Қайрат аяғын төсей қойған екен, соған шалынысып барып, омбығарға оңқа-шоңқа құладым. Үшеуі мәз боп күлсін. Ұшып тұрып қайта ұмтылғанымша, Бәтен сақылдай күліп, Әжібектің тасасына тығылды. Сараңдардың тұқымы, ха-ха-ха-ха, деп мені онан әрмен мазақтай түсіп, тілін шығарды. Әжібекті арқаланып тұрғаны. Көзім жасаурап, мысым құрып мен тұрмын. Жә, қалжыңдастыңдар ғой, жетедінді, деді Әжібек менің қыстығып жыларман боп тұрған түрме қарап. Сен, Бәтен, оныңды қой, Қанат сараң емес, солай ғой Қанат, Тек бұл дүниеде менің бар жоғым ойына келмеген ғой. Жарайды, ол кемшілігін ендігі жерде түзетіп жатар. Солай ма Қанат? Мен үндей қоймағам. Көк соққан-ау, сенің маған бергенің далаға кетпейді ғой. Әлі қиын қыстау күн туғанда панаң болам ғой. Жә, ендігісін өзің білерсің. Онша санасыз емессің ғой. Онан соң ол менің ақ киізбен ұлтарылған қара шарығыма, әр жерінен тесіктерінен тауық шоқығандай боп, жүндері шоқ-шоқ боп шығып тұрған сары жарғақ тоныма көз тоқтата тұрып, «Әй, сенің көкең мен апаң екеуінің бірге түскен суреті бар ма?» деп сұрады. Бар болса сен соны тез арада Ырысбекке жеткізіп бер. Мен ол суретті ала алмаймын. Ол Нәзира әпкемнің альбомына жапсырылған, дедім. Сонда немене? Нәзира әпкемнің альбомы адамның қолы жетпес жерде ме? Үлкен сандықтың ішінде. Аш сол сандықты. Әжібек тісінің арасынан сыздықтата түкіріп қойды. Опшым, ұзын сөзінің қысқасы. Көкем мен апаңның суретін ұрлап әкелетін бол. Әкеле алмаймын, қиында жатыр дедім ғой. Әй ақмақ, Ырысбек оны үлкейткісі кеп отырса, бұл қиында жатыр деп бәленеді ғой. Бар, өл тіріл, қайтсең де сол суретті әкелетін бол. Бұл саған жауынгерлік тапсырма. Әкелмесең сонда болсын. Бар, деп ол сөз соңында май құйрығымнан ақырындап қана бір тепті. Мен кете бергем. Әй көк соққан, деді ол бірдеңе есіне түскенде желкемен тартып қайыра бұрып. Шарығыңнан су өтіп жүрген жоқ па? Қар ерген кезде өтеді. Онда былай істе. Менің жаназамға көрсетпей тығып жүрген бір шелек солидолым бар. Анда-санда кеп анау шарығыңның ұлтарма тігістеріне табаныңа жағып алып жүр. Сонда су өтпейді, деді қамқорлық білдіріп. Солидолды киізге жағуға бола ма? Неге болмайды? Вот ақмақ. Сен әуелі жағып көрсеңші. Міне, менің етігімді майлап алып ем, су дегенің сынап шасырғып, ішіне түк өтпейді. Қазір мына Бәтеңмен Қайратқа да жаққызам. Әжібек тағы да тісінің арасынан сыздықтата шырт түкіріп қойды. Пожалуйста, күнде жағып тұрам десең де, сенен аямаймын. Ал енді бар үйіңе. Бәлденбей, әлгі суретті
Бүгін ертең әкеліп беретін бол. Мақұл. Шынында да, үлкейтемін деп Ырысбектің өзі сұрап отырса, одан неге бәлденіп тартыншақтауым керек? Ауылдағы талай үйдің төрінен Ырысбек үлкейтіп берген суреттерді көріп қатты қызығатынмын. Шіркін, көкем мен апамның суретін өстіп, үлкейтіп төрге іліп қойса, деп армандайтынмын. Сөйтіп, келесі күні ақ Нәзира әпкемнің альбомындағы көкем мен апамның суретін алып, Әжібекке ілесіп, Ырысбекке өз қолыммен апарып бердім. Ырысбек шертіп отырған домбырасын тастай бере, суретті бір жақындатып, бір алыстатып, одан терезенің жарығына қарай теріс қаратып ұстап қарап шықты да: «Үлкейтуге қолайлы, жақсы екен», деді. Осы сөзін естіп мен қуанып қалдым. Ырысбек енді маған қарады да, одан қайта суретке қарады. «Қанат, тоқташы», деді. Сөйтті де суретке бір, маған бір тағы да кезек-кезек қарай отырып: «О, көкесінен аумай қалған жарығым, тіпті аузынан түскендей ұқсауын қарашы», деп мені құшағына алып қысып-қысып қойды. Әлгі мені ұстап алған жерде төбемнен қарға шаншып, қорлық көрсететін мінезінен із жоқ. Аяқ асты мен дегенде ет жүрегі езде қапты. Оған деген шексіз ыза өкпеден бе, әлде оның мүсіркей қалғанына қорланғаным ба, әйтеу екі бетім дуылдап, көзім жасаурап, үндей алмай булығып шығып кеттім. «Әй, Қанат, тоқта!» Әжібек соңымнан ілесе шыққан екен. Қуып жетіп, желкелігімнен тартып тоқтатты да: «Сен суретті жоғалады екен деп қорықпа. Ырысбек ол сөздің адамы. Айтса болды, орындайды», деді, мені жұбата сөйлеп. Онан соң менімен қатарласа жүріп, өз үйінің тұсына жеткенде: «Жүр біздікіне, мына шарығыңды майлап ал», деді. Шынында да, май су өткізбейді ғой, майласам майлап алайыншы деген ой келді мағанда. Әжібектің үйі ауыз үй, төбеден тұратын аласа ғана ескі кірпіш там. Әжібек жалғыз өзі ғана тұрады. Тұрады деген тек аты ғана. Әйтпесе Әжібек ауыл үй арасы ағайын туғандарын аралап, әркімдікіне бір қонып жүреді. Соңғы кезде көбіне Ырысбектің үйінен шықпайтын. Шешесі өлген 2 жылдан бері үйдің күйі мүлде кетіп ақ қалған. Көктем, күз, төбесінен су өтіп, іші үнемі сыз тартып, көгерген ес тұсынан өткен адамның жүрегін айнытады. Алайда Әжібек мұның бәрін уақытша дейді. Әке-шешесінен қалған азын-аулақ дүние мүліктерін анда-санда далаға шығарып, қағып сілкіп, онан соң қайтадан буып түйіп қояды. Балаларды ұйымдастырып, үй ішін сыпыртып, жинастырып, қыз кезінде күніне бір уақыт от жағады. Өзі, әлі 18-ге толып, үйленетін кезінде бәрі керек болады ғой, дейді. Дәл қашан және кімге үйленетінін әзірге өзі де білмейді. Осы күні бұрынғыдай Зибашқа үйленем дегенін қойған. Жас қыздардың біреуі ер жетер оған дейін, дейді. Қазір үйінің мұржасынан будақтап түтін шығып жатыр. «Үйде Қайрат пен Бәтен бар», деді. Біз кіргенде көгерген иіспен түтін сасыған үйдің ішінде Қайрат пен Бәтен қарамай толы үлкен шелекті орталарына қойып шарықтарын шылқытып майлап отыр екен. Кішкене қазанда сақылдап бірдеңе қайнап жатыр. Оның да тәтті иісі білінеді, кәдімгі жас сорпаның иісі. «Мәлістер, енді сендердің шарықтарыңнан су өтіп көрсін», деп мақтап қойды Әжібек. «Кәне, Қанат, сен де майлап ал шарығыңды». Әлгі екеуінің қатарына отыра қап, мен де шарығымды майлауға кірістім. Ал Әжібек болса, қолына кәкпір алып, қазандағы қайнап жатқан жұдырықтай кесек етті шығарып, шетінен пышақпен кесіп жеп көрді де қайта салды. Біз үшеуіміз шарықтарымызды қоя сала, сілекейлеріміз шұбырып, оның аузына қарай қалған екенбіз. «Әлі піспепті», деді аузындағысын малжаңдай тұрып. Онан соң біздің телміре қарағанымызды ұнатпай: «Әй, көк соққандар, болыңдар енді», деді әмірлі үнмен. «Бүгінше мына ет әбден піссін, өзі кәрі малдың еті немене, әлі тастай қатты. Ал сендер шарықтарыңды майлап алыңдар да қайқайыңдар үйлеріңе. Ертең сендерге бір жапырақ алып қоям. Үйлерің бар, аш емессіңдер ғой, ауыз тисіңдер жетеді». Біз шарықтарымызды шылқыта майлап үйден шықтық. Әдеп табалдырықтан аттағаннан бастап-ақ үшеуміздің бірінен бірі күлкілі аюдың табанындай іздеріміз ақ қардың бетінде аймандай боп баттиып қалды. Біраз жүріп барып қайрылып қарағанбыз. Іздеріміз тура бір қорақ қой шыбырып өткендей қап-қара ала боп жосыла түсіпті. Қалай болар екен деп шарықтарымызбен ерген қарды оңды-солды ойқастай кешіп көргенбіз. Майдың аты май ғой, шіркін. Бұрын шарығымыздың ұлтарма тігістеріне жабыса кететін жентек қар енді тіпті жұғысар емес. Қазір мына шарығымызбен су кешсек те өте қоймас,
Кешіп көрер ме еді өзі? Қай жерде су бар? Ары бері омба қарда ойқастай кешіп іздестіріп көріп едік, бірақ қыстың күні су қайдан табылсын? Шұңқырлар мен арықтар тегіс қар астында қатып жатыр. Өстіп мәз боп келе жатқанымызда тас қора жақтан торы жорғамен құйғытып шыға келген байдалы шал біздің ізімізді кесіп өте бере кілт атының басын тартып қайырыла бұрылды. Ақ қарға түскен ізімізге, онан біздің шарықтарымызға қарады да: «Әй, иттің күшіктері, мына қарамайды қайдан алдыңдар? Кәне, жандарыңның барында айтыңдар», деп ақыра қамшы сілдеп, торы жорғамен үшеумізді де тапап өте жаздап төніп келгенде есіміз шыққан біз зәре құтымыз ұшып, бір-бірімізге тығыла ұйлығып тұрып қалыппыз. «Қайдан алдыңдар деймін?» Дойыр қамшы үшеумізді қоса қабаттап бір осып өткен. Үшеумізде шар-шар ете қалдық. «Қайдан алдыңдар?» Дойыр қамшы басымызға қайырыла төнген. «Әжібек!» деді бақыра жылаған бәтен. Шақша бас ит!» Торы жорғаға бұрбайлата қамшыны басқан байдалы шал енді бізді тастай бере Әжібектің үйіне қарай шапты. Енді байқадық. Бұл кезде Әжібек те құстай ұшып Ырысбектің үйіне жетіп қапты. Байдалы шал қалың қарға аты омбылап жете алмай қалды. Жер сабалап көшені басына көтере бақтануда. Аттан түсіп Әжібектің есігінің алдынан әлгіндегі қарамай толы шелекті көтеріп алды. Сірә Әжібек қашып бара жатып сыртқа есігінің алдына шығарып тастап кетсе керек. Шақша бас ит, осыдан қолыма бір түсерсің, сен итті көзіңе көк шыбынды үймелетіп тұрып айдатпасам ба әлі? Соның арасында айқай-шуға жиналып қалған жұртқа: «Көктемде егіс кезінде құрал сайман майлауға деп мытыстан барып, бір тоқты беріп әзер деп сұрап әкелгенімді қайтейін. Әнеу бір күні аяқ асты ұшты келі жоғалып кеткені. Апырмай, бұғарамай сонша кімге қажет болды екен деп таң қалдым ем. Сөйтсем, мына шақша бастан келген екен ғой. Бұл неткен қас күн еме я? Колхоздың қарамайын ұрлап, сотқа тартылғалы жүр ғой ол ит». Бір кезде бізге көзі түсіп кеткен. «Әжібекке ерсіңдер, көгерерсіңдер. Жетесіз немелер. Үшеуіңді де сойып салайын ба осы?» деп тап бергенде үшеуміз үш жаққа безіп кеттік. Баланың қорқынышы ұзаққа созылған ба? Артынша қызу ойынға кірістік те, Әжібекті де, оның қарамайын да, байдалы шалды да мүлде естен шығарып, қыстың май тоңғысыз жайма шуақ күні батқанша жентектелген қардан аққала тұрғызып, одан екі жаққа бөлініп қармен атысып ойнап, әбден қызыққа баттық. Сөйтіп, үсті басымыздың малмандай су болғанын да, шарықтарымыздан шылқып су өткенін де аңғармаппыз. Кешкісін үйге кеп шешінген кезімізде үсті басымызды ұстап көрген әжем: «Құлыным-ау, осынша су болғанша ойнағансың ба?» деді ренжіп. Жұмыстан шаршап қайтқан Нәзира әпкем шай ішіп отыр екен, үндеген жоқ. Мен кәнпештің ұзына үстіне киімдерімді жайып, шарығымды қызуы молда ошақтың желке тұсына кептіруге қойдым. Әлден соң үйдің ішін қолқаны қапқан қарамайдың қоңырсық иісі алып кетті. «Бұл не қылған иіс?» деп Нәзира әпкем ұшып тұрып барып ошақтың үстіңгі жағына үңілді. Дәл бір өлген мысықты ұстағандай, менің әуелі бір шарығымды шымши көтеріп шамның жарығына әкеліп тыжырына тұрып қарады да, онан соң екінші шарығымды әкеп және қарады. Екеуінің де сыртындағы сыланған қарамай еріп тамшылап тұр. «Әй, Қанат, мынауың не?» Мен үндегем жоқ. Үйдің бұрышындағы ескі тонға орана түсіп, жантайып жата бердім. «Әй, мынауың не деймін?» деп ақырып жіберген Нәзира әпкем. Мен селк ете түстім. «О заманда бұ заман киізге қарамай жаққан деген не сұмдық?» Шарықтарымды есікке қарай лақтырып жіберді. «Өлтірейін бе осы, а? Сендей ақымақтың барыңнан жоғың?» деп маған қарай тап берген. Әжем ұмтылып кеп арамызға түсе қалды. Жә, деді сабырлы үнмен. «Әже-ау, бұл ақымақты неге қорғайсың? Соп-somадай боп істеп жүргені мынау». Нәзира әпкем күйініп барып отыра кетті. Елдің мұндай баласы мынадай қиындықта бір жағына сүйеу боп жүр. Ал бұл болса со күйі мигеше. Ақымақ. «Әй, енді мынау аяқ киімді қалай кептіресің?» Мен әпкем қандай ауыр сөз айтса да үнсіз мойындап жата бердім. Киізді майлап жүрген адам кешше десе кешше, ақымақ десе ақымақ қой. Қыс ортасында Мұқан ағайымыз әскерге алынып, мектебіміз жарты айдай жабылып қалды. Бұл қиын болды ғой, балалар оқудан қол үзіп қалатын болды деп мазасызданған ата-аналар ауылдың бас көтерері байдалы шалға барған екен.
Нұғман ауырғалы колхоздың кеңсесіне талтақтап кіріп, қоңырайып барып төрдегі бастықтың орнына шірене отырып жүрген байдалы шал әлгі келген ата-аналарға жатта кеп ұрысыпты. Әй, өздерің қалай ойлайсыңдар осы? Мына қақаған қыста мұғалім табуды ойыншық көресіңдер ме? Ол жаңа келетін мұғалімге үй керек емес пе, отын су керек емес пе? Ал оның бәрін мен қайдан табам? Жә, бастық атырмаңдар, деп қуып шығыпты. Осыны естігенде төсек тартып жатқан Нұғман қатты ренжіген көрінеді. Байдалыны үйіне шақыртқан екен. Әншейінде Нұғманның атын естігенде мөңтен қағатын шал бұл жолы тіпті пысқырмапты да, қолым тимейді деп бармай қойыпты. Байдалы шалдың мына қылығын естігенде үлкендер жағасын ұстады. Құлан құдыққа құласа, құрбақа құлағында ойнақ салар деген осы екен-ау десті. Нұғман кім еді? Байдалы кім? Күні кеше колхоздастыру кезінде бүкіл бір болыстың елін аузына қаратқан, соңына ерткен, орақ тілді, отауызды бетіне жанқыратпаған жігіттің сұлтан еді ғой Нұғман. Әттең, абайсызда тап жауларының қолына түсіп, мертігіп қор болып қалды. Ал Байдалы болса әркімнің шөре-шөресінде жүрген, қолға су құюдан аспаған сорлы жан еді. Енді міне, бүгінде кісімсіп бұл да ел басқарып жүр. Мына қараң өшкір соғыстың кесапаты да. Әйтпесе ел азамат түгел тұрса, Байдалыға қарап қалар күн туар ма еді сірәді. Әжібек болса өзіне қарайлас біздерді, балаларды жиып алып, біз арқылы ата-аналарымызды табалап, бір рахаттанып қалады. Ал, Байдалыға бағынып бір жетістіңдер ау, еріңдер сол қақпастың соңынан, тұп-тура социалистің төрінен бір-ақ шығарсын, деп кекетті барлығымыздың төбемізден қарай тұрып. Талай айттым ғой осы, ол Байдалы деген байдың құйыршығы боп келген адам, одан басалқалық шықпайды деп. Енді не дейін бұл елге, шын сөзімді қорғылады. Баласынады. Өзіміздің әлгі боқмұрын Әжібек емес пе, осыны қойшы адам болмайды дейді. Ал сонда сенген Байдалысының түрі анау ма? Әжібек Байдалы шалға да, оған бағынып жүрген бүкіл ауылға да ызалы еді. Сол ызасын қазір біздердің көзімізді шұқығандай бетімізге басып айтып тұр. Біз болсақ үнсіз мойындап тұрмыз. Шынында да, Әжібектің ақылындай ақыл кейбір үлкендерде жоғау дейміз. Ал, көк соққандар, оқудан қалған обалдарың бірінші Гитлерге де, екінші Байдалыға, деді Әжібек сөзін түйіндеп. Қайта бір есептен осы соғыс біткенше бастарыңды қатырып оқымағандарыңда дұрыс. Зат есім, сын есім, тағы қай есім еді әлгі? Сан есім. Иә, сол толып жатқан есімдермен бас қатырғанша пайдалы бір тірлік істеу керек қой. Оқуды соғыс біткеннен кейін оқып алсақ та жетеді. Өзім соғыс біткен күннің ертесіне-ақ станциядағы нағашымдікіне барып, тұп-тура милицияның оқуын оқимын. Көкелеріңді сонда танытамын әлі. Сонда әсіресе мұна Байдалы қақпасты алдыма салып, іші кепкен сиырдай ғып бір тырқыратамын-ау, бүкіл елдің алдында табанын жалайтын болады. Осы кезде үйінен шыққан Ырысбек дауыстап Әжібекті шақырған. Жолдас баш қолбасшы. Бері кел деймін, деді Ырысбек. Қазір, деп Әжібек дедекте жөнелді. Кетіп бара жатып, мұна әскерлерді қайтем, деп сұраған. Күте тұрсын, деді Ырысбек. Тырп етпейді, күте тұрыңдар, деді Әжібек бізге қайырыла бұрылып. Біз сол тобымызды жазбаған күйде күтіп тұрдық та, Әжібек Ырысбектің жарлығын тыңдап қайтып оралды. Келе бәрімізге одырая өктем қарап. Ал, көк соққан әскерлер, бас қолбасшы біздерге ұрсып тұр, деп бастады сөзін. Соңғы кезде сендердің не оқыған оқуларың жоқ, не бітіріп жатқан істерің жоқ, тағы да беттеріңмен кетіп бара жатырсыңдар. Серкесі жоқ мал құсап барасыңдар. Оларың жарамайды. Жаңа Ырысбек те соны айтты. Шүкіршілік, бастайтын серкелерің бар. Ол мұна менмін. Осы тұста балалардың бірі шиқылдай күлген. Әжібек көзін аларта. Кәне, оғым күліп тұрған. Көк желкеңді қиып жіберейін осы, деген түтіге жекіп. Күлкісі аптайылды. Жаңа бас қолбасшы екеуміз ақылдаса кеп, сендерді қыс кезіндегі еңбекке тәрбиелейтін болдық. Анда-санда таудан отын шабуға барып тұратын болдық. Бұл бізге әскери тапсырма, деді сөзін шегелеп, онан соң тау жаққа көз сала тұрып. Әне, Ешкөлместің күнгейіндегі бүйралана ұйысып жатқан қалың тобылғымен қарағанды көрдіңдер ғой. Содан отын шабамыз. Мынадай қыста салпақтап құр ойнай бергенше, бір уақ отын шауып, шешелеріңді қуантсаңдаршы. Қарағым адам боп қапты деп, төбесі көкке жетеді ғой, деген. Біздің үйде отын көп. Атам кеше бір шанақ ағаш отын түсірді. Біздің үйдің отында қысқа жетеді. Мен де бармаймын,
деп балалар жан-жақтан дабырлай бастаған. Әжібек дөрпиген көк етігімен жерді қатты қарды теуіп қалды. «Бәрің де барасыңдар», деді ақырып. «Сендер немене, тәртіпті ұмытқансыңдар ма? Мұны мен әскери бұйрық деп тұрмын ғой. Кәне, осыдан біреуің бас тартып қипалақтап көріңдерші, әкелеріңді де, шешелеріңді де танытып жіберейін. Әне, бас қолбасшы Ырысекеңнің өзі тұр ғой». Біз, балалар, жым болдық. Дәл қазір Әжібек анадай тұрған Ырысбекті арқаланып, қайсымызды болса да қарсылық етсек, етше тепкілеп жіберетіні анық еді. «Ал барыңдар, үйлерінен кетпендеріңді, және отын буатын 2 жіптен алып шығыңдар». «2 жіп неге керек?» «Неге керек екенін барған соң көресің. Отынды шабамыз да, буып-буып таудан домалатамыз да жібереміз. Еш қайсының жаны қиналмайды, көк соққандар. Егер осыдан біреуің бармай қалып көр, мына жұдырық соның төбесінде өтеді», деп күс-күс арық жұдырығын көрсетті. Үйге кеп, барлық балалар боп таудың күнгейінен тобылғы шабатынымызды айтып, белімізге жіптерімізді буынып, қолымызға кетпендерімізді ұстап, сәлден кейін көше ортасына топырлай жиналдық. Дәу кетпенді әзер деп көтеріп, үйден шығып бара жатқанымызда әжем: «Құлыным-ау, шаман келмейді ғой», деген. «Келеді, балалардың бәрі де бара жатыр», дедім. Шынын айтқанда, көбімізге мына қыста тауға шығып отын шабу ең қызық ойын сияқты көрінді. Үлкендер болса, балалардың аяқ асты мына қылығына қапелімде не дерлерін білмегендей, не қоштап, мақтап кете алмай, не қойыңдар деп тыйып тастай алмай аң-таң. Әрине, қыс ішінде бір уыс отынның өзін үнем көріп отырғанда, баласының отын шауып әкелем деп өз тарапынан суырылып шыққан тірлігі кімді де қуантатыны сөзсіз. Тек бірдеңеге ұрынып қалмай, қайырымен болсын дейді де. Әжібек бастап ауылдың жоғары жағына қарай шұбырып жүріп кеттік. Алып алмағаштың тұсына жеткенбіз. Бұтақтары сойдиып, жалаңаштанып тұр екен. Ұшар басындағы бұтақтарында бір үсіп қатып семіп қалған қоңырқай алмалар көрінеді. Төменгі бұтақтарында байланған шүберектер жалбырайды. Бізге мына қыста сол қатып семген алмаларының өзі уылжып тұрғандай, аузымыздан сілекейіміз ағып қызыға қарағанбыз. «Бұтақтарына шығып сілкейік, бәлкім анау алмалары түсер», деді балалардың бірі. Осы сөз қамшы болды ма, Әжібек жолымыздан сәл қиғаштау болса да бұрылып алып, алмағашқа қарай тартты. Алып алмағашқа жақындай бергенбіз. Төңірегі ойқастаған қалың із екен. Шашылған құстың қауырсыны, жүн жұрқа. «Бұйыл түлкі қалың ғой, түлкінің іздері шығар», деген бәтен. «Мүмкін алмағаштың түбіндегі үңгірге түлкі жатып жүрген шығар, қазір ұстап алса қандай қызық болар еді», деген Қайрат. «Жо, бұл із түлкінікі емес», деді ізге қараған Санат. «Түлкі қарға бүйтіп батпайды». «Онда қасқырдың ізі шығар». «Жо, қасқырда емес, бұл иттің ізі. Қазір не болса соны көреміз енді», деді алда келе жатқан Әжібек. «Әне, үңгірден қарайып бір дүниенің басы қылтияды. Кетпендеріңді оңтайлап ұстаңдар». Осы кезде алып алмағаштың түбіндегі үңгірден қарақаншық атып шықты. Көздері қып-қызыл боп, қанталап, тістерін сақылдата арылдап, айбат шегіп бізге қарсы жүрген. Аппақ қардың үстінде өзі қап-қара боп, ештеңеден тайынбайтын керемет қорқынышты еді. Жолбасшымыз Әжібек болып, біз бір-бірімізді баса жанша кейін қаштық. Қорыққандарынан бір-екі баланың ойбайлап жіберген дауыстары да шығып кетті. Омбы қарда сүріне қабына едәуір қашып барып кейін бұрылғанбыз. Қарақаншық соңымыздан қумапты. Үңгірдің аузына қайта барып, жер искелеп қыңсылады да ұлы болып жіберді. «Ей, мұнаның іші қабысып, емшектері салақтап тұр ғой, күшік дегеннен сау ма?» деген балалардың бірі. «Расында да түрі күшік деген сияқты. Иә, үңгірге маңайлатпау тегін емес. Қыста күшік деген қаншықты көргенім осы. Қайбір жақсылық дейсің», десіп алып, алмағаштың басындағы қатып семген алмалардан күдер үзген балалар енді тауға қарай өз жолымызға қарай түстік. Таудың етек жағындағы жел үрлеп, нығарлап тастаған қалың қарды кетпенмен қадау-қадау ойып, баспалдақтап жол салып, жоғары қарай шұбара жөнеліп келеміз. Сөзіміз қарағаншық төңірегінде. Әлде қашан жоғалдыға санап жүргенімізде, күтпеген жерден алып алмағаштың түбіндегі үңгірден шыға келуі бізді қатты таңырқатқан еді. Оның үстіне қыс ішінде күшік дегенін қарасаңшы. Күшіктері қалай тоңбайды екен? Ауылға жоламай, мына жарақта жүріп өзін немен қор екен еді? Осы тәріздес толып жатқан сұрақтарға жауап таба алмай дал боламыз. «Қарағаншық киелейді қой», дейді ішіміздегі ең білгішіміз Санат. «Бұл ауылға не жақсылық, не жамандық келеді». «Жақсылығын қайдам, жамандығын көріп жүрміз ғой»,
деді Бәтен. Сен Бүбітайдың жынатып кеткен айтасың ба? Иә, оған Бүбітайдың өзі кінәлі. Қарағаншықтың күшіктерін тірідей көміп өлтірді емес пе? Қарағаншық олардың бір қазан сүтін ішіп кетті ғой. Бір қазан сүтке бола күшіктерді өлтірмеу керек еді. Сонда ауылға ұры иттер қаптап кеткен дейсің бе? Түкте қаптамайды. Қарағаншықтың бұрынғы күшіктерінің қайсысы ұры болып еді? Ауылдағы көп үйдің иттері соның күшіктері ғой. Сен өйтіп Қарағаншықты жақтамай-ақ қой. Бәрібір иттің аты ит емес пе? Ал Бүбітай адам. Иттің де обалы бар. Жазықсыз тиіссең, сол обалы жібермейді. Мына екеуінің таласына шыдай алмай кеткен болу керек. Осы сәт алда бара жатқан Әжібек кілт кейін бұрылды да: «Ей, екі кемеңгер, тоқтатыңдар, бос болшылды», дейді ыза болып. «Немене, Қарағаншық пен Бүбітайдың күйігі сен екеуіңе батып келе ме? Сонша керілдесіп. Давай, қойыңдар енді». Санат пен Бәтен жым болды. Бәріміз үйірлі тоқтай тұрып, сәл тыныс алдық. Өрге қарай жүреміз деп едәуір алқынып қалыппыз. Өңдеріміз қызара тершіп, кейін қарай көз салғанбыз. Түү, шіркін, сұлулық деп осыны айт. Өзіміз дәл бір жердің кіндік үстінде тұрғандаймыз да, төңірек төрт бұрыш тегіс шыр айналып кеп, біздің табанымыздың астына түскендей, көз жететін дүниенің бәрі де төменде жатыр. Жазда бірінің үсті көк жасылданған егінжай, бірінің үсті көк жусан мен боз бетеге, енді бірде айдалған қара пар болып жататын бел-белестер мен дөңдер қазір мақталы қалың ақ көрпенің астында тарс бүркеніп алған. Біркелкі боп қымтанып жатыр. Сол тұсасқан жалпақ дүние бұлдырап барып, қысқы сұрғылт аспанмен астасқан жерге дейін аппақ боп күнге шағылысып, көзді қарықтырады. Әжібек тымағын алып, жеңмен маңдайының терін сүртті. Тісінің арасынан сәнімен сыздықтата сүріп қойды да, Санат пен Бәтенге кезек қарап: «Меніңше бар ғой, сендердің анау Бүбітайларының адам айыр қылығы жоқ болатын», деді. «Сау кезінің өзінде жындының ісін істейтін еді ғой. Осыдан 2 жыл бұрын апам өлген жылы жазда бір рет қарным қатты ашқан соң осы Бүбітайдың үйіне кіргем. Сонда маған бір тостаған айран құйып берудің орнына менің көзімді бақырайтып қойып тұрып, жарты шелек айранды қаз үйректеріне апарып төкті ғой. Сонысы құдай сиыр қылық па? Сонда мен іштей: әй, кесір атар мына қатынды дегем. Айтқаным айдай келді. Атты ғой әне, ақыры. Аш жүрген маған бермей, айранды қаз үйрекке төкті деген не деген сұмдық?» Өне бойын ыза кернегендей сөзін тістене кіжініп аяқтаған Әжібек қайтадан алға түсіп, өрге қарай қатты-қатты адымдай жүрген. Біз тіпті ілесе алмай қалдық. Біраз озып кеткен ол сәлден кейін бізге қайырыла тұрып: «Сендердің анау Қарағаншықтарыңды қаншықтығын жасап, қасқырмен әмпей боп жүрмесе не қылсын?» деді мысқылдай күліп. «Қыста күшік деуі тегін емес». «Ол да мүмкін», деді Қайрат ілесе қоштап. «Мүмкін емес, дәл солай. Осы жолы бұл қасқырмен лықты. Жаңағы бізге анадайдан айбат шегу тегін емес. Қасқыр күшіктерін қызғанғаны ғой», деді Әжібек төндіре сөйлеп. «Опшым, осы жолғы бір күшігін мен алам». «Шынында да қасқырдан туған күшік нағыз арлан болатын шығар. Мен де біреуін алам», деді Қайрат. «Онда мен де біреуін алам. Мен де, деп балалар жан-жақтан шулай бастады. «Бәріңе Қарағаншықтың күшігі жетпейді», деді Әжібек оларды тоқтатып. «Көп болғанда 5-6 күшік шығар. Сондықтан ертең күшіктерді алуға келгенде Қарағаншыққа беруге нанды кім көп әкелсе, күшікті сол алады». Осылайша Бәтуаға келіп, тауға қарай өрмеледік. Жоғары көтерілген сайын қар мүлде жұқарып, біртіндеп қары жоқ қарайған жерге де аяғымыз жетті. Қатты жел үрлеп жалаңаштап кеткен тау күнгейі жайма шуақ көктем лебін еске түсіріп, бусанып жатыр. Арқамыздан күннің жылуы өтіп, маңдайымыздан бір жылы леп сипайды. Әр жерде топ-топ боп өскен қызыл балақ тобылғы, қара күрең қараған, ұйыса жабысқан қалың бүргес ақ сирақ ұшқат қаптай бастады. Осы тұста бастаушымыз Әжібек тағы бір бел босата тұрып, барлығымызға барлай қарап шықты да: «Ал, көк соққандар», деді бөктем үнмен. «Енді давай, тобылғы шабуға кірісеміз. Жарлық былай: ең әуелі әрқайсысың үлкен-үлкен 3 тіптен Ырысбекке де барнап тобылғы шабасыңдар. Соны үйден алып шыққан 2 жіптерінің біріне буып төмен домалатамыз. Бұл сендерге салынған салық. Тек сонан кейін өз үйлеріңе шабасыңдар». Біз бірден келістік. Тау үстіндегі ең тегін тобылғының ортасында тұрғанда 3 тіп дегенде сөз болып па? «Ақ ұшқатпен бүргеден шабуға болмай ма?» деп сұраған балалардың бірі. «Өз үйіңе шауып алсаң, пожалуйста. Ал Ырысбекке тек тобылғаны шабасыңдар», деді Әжібек қатал ескертіп. «Тобылғының қызуы мол болады, және қолға кіретін тікені болмайды».
Сөйтіп біріміз жоғары жағынан, біріміз төменгі жағынан, енді біреулеріміз қос бүйірлерінен дегендей қорым тастың жиегіндегі қалың өскен кісі бойындай қызыл тобылғыны жан-жақтан шабуға кірістік. Бұрыннан үлкендерге ілесіп тобылғы шауып жүргендер онша қиналмай-ақ кірісіп кеткен. Ауыр кетпенді салмақтай көтеріп, тобылғының түбін орайтасы жоқтау деген тұсын ала, гүрс еткізіп қап, оп-оңайғыны тамырымен қопарып тастайды. Ал тәжірибесіздері тобылғыны кез келген жерінен шауып аламыз деп кетпендердің жүзін көктасқа шақ-шұқ соғады. Гүрс-гүрс, шақ-шұқ. Ойнап жүріп күннен кигенге дейін әуелі ырысбекке деп дәу екі арқа тобылғы шауып, оларды жіппен буып төмен ауылға қарай домалатып, енді әрқайсымыз өз үйлерімізге шабуға кіріскенбіз. Бір кезде оқыстан шыққан айқай-шу, аттандаған дауыстар бәрімізді де елең еткізді. Тобылғы шапқанымызды доғарып, жалт-жалт қарадық. Төменде жатқан ауылдың көшесінде әбігерге түскен кемпір-шал, бала-шаға біздерге қолдарын бұлғап бірдеңе деп айқайлап шуылдасып тұр. 2-3 ересек адам бері тауға қарай емпеңдесіп келеді. «Ай, оу, аттан, аттан, ойбай, ойбай!» деседі. Басқа сөздер естілмейді. «Ей, мыналар неге шулап тұр?» деді Әжібек. «Біздің жоғары жағымыздан бірдеңені нұсқайтын сияқты», деді Санат. Бәріміз енді жоғары жаққа қарағанбыз. Қожыр-қожыр боп төбемізден төнген жартастардан өзге ештеңе көрінбейді. «Ай, оу, о не деп тұрсыңдар?» деп Әжібек ауылдағыларға қарай айқайлайды. Осы сәтте ғана құлағымызға ауылдағылардың «Ысқыр, ысқыр» деген сөздер естілгендей болды. «Қасқыр дейді», деді Санат. «Ойбай, қасқыр деп тұр ғой», деді балалардың бірі үрейлене. Бәріміз де үрейленіп қалдық. Қайтадан өр жаққа төңірегімізге қарағанбыз. «Әне», деді бір бала. «Қос көк тастың астында». Енді біз де көрдік. Алып алмағаштың желке тұсында, біздің теріске жағымызда аумағы 2 үйдің орнындай жалпақ 2 көк тас болатын. Солардың астыңғы жағында 4-5 көк ит бұта-бұтаның арасында бірі шоқиып, бірі тұмсығын көтере ауаны искелеп, енді бірі біз жаққа сызара қарап тұр екен. «Ойбай-ай, апа!» деп шарылдай жөнелді балалардың бірі. Оған 2-ші, 3-ші ойбай қосылды. Тау үстінде шулап кеттік. «Не істейміз?» деген Әжібек. «Тек қашпайық, бәріміз топтасып бірге тұрайық», деді Санат. «Дұрыс, қане кетпендеріңді алып, мен қасыма жиналыңдар. Кетпеннің шүйдесімен тасты соғып, бәріміз бірдей аттандайық». «Аттан! Аттан!» Шақ-шық тасты соғып, біріміз шыңғырып аттанса бойбайлай бердік. Кенет қасқырлардың шоқайып отырғаны төмен қарай ырши секірген. Анық көрдік. Үлкендігі тайыншадай нағыз көкжал екен. Секірген күйі біздің көзімізден таса тұрған алып алмағаштың тұсына барып көрінбей кетті. Төменгі ауыл жақтағылар бұрынғыдан да қатты шуылдасып кетті. «Бәрің түгелсің бе?» деді үрейленген Әжібек. «Түгелміз». Көкжалдың соңын ала басқа қасқырлар да бізге көрінбей кеткен. Құз жазықты жаңғырықтырып, иттің жанұшыра үргені, одан қатты бір қаңқ еткен естілді. Ауыл жақтағылар әлі шулап тұр. Сәлден кейін алып алмағаштың арғы жағындағы қарлы беткейді қиялап, әлгіндегі қасқырлар ұмар-жұмар орталарындағы қараңдаған бірдеңені кезек-кезек созғылап сүйрелеп бара жатты. «Қарағаншықта кетті!» Жанұшыра қыңсылап бара жатқан сол қарағаншық екен. Әрқайсысына бұл да ауыз салмақ болып, азу тістерін сақылдатып айбат жасайды. Бұлқына арпалысады. Көмек сұрап, жанұшыра қыңсылайды. Бірақ әулетті күші басым қасқырлар оны жан-жағынан қақпылдай қағып, көкпарға салғандай бірінен бірі жұлқа тартып кергілеп барады. Әрқайсысы бар екпінімен ағып кеп, қанға боялған арандай ауыздарын салып өткенде, қарағаншықтың бір мүшесін жұлып әкеткендей болды. Әппақ қардың үстінде судай шашылып бара жатқан қарағаншықтың қаны, шарылдай қаңсылағаны керемет аянышты еді. Тау-тасқа жаңғырығып, азап ойды қаза тұрғызады. Бүкіл ауылға, шуылдаған халыққа құтқарыңдар дегендей шырқырайды. Ал қасқырлар болса өршелене, құтырына түсіп жұлқып-жұлқып әкетеді. Біртіндеп қарағаншықтың қыңсылы басылайын деді. Сәлден кейін мүлдем үні өшіп, қасқырлардың аузында жұлмаланған жансыз затқа айнала бастады. Тағы бір жұлқыласқан кезде кеуде жағы әлгіндей тайыншадай көкжалдың аузында қалды да, бөксе жағын басқа қасқырлар бөлісіп әкетті. Осылайша қарағаншықты бүкіл ауылдың алдында пәре-пәресін шығарып, олжаланған қасқырлар жұлқыс тартыспен қыратты асып көрінбей кетті. Біз балалар зәре құтымыз ұшып, қалтырап, қалш-қалш етіп үніміз шықпай, бір-бірімізге тығылып есіміз шығып кеткен еді. Енді шапқан отындарымызға қайрылмастан, бір-бірімізді қағамаға төмен қарай біріміз домалап, біріміз сырғанап безіп жөнелдік.
Келесі күні қорқыныш үрейіміз басылған соң, Әжібек шанасы бар балаларды өзі бастап жүріп, кешегі таудан домалатқан екі арқа тобылғымызды Ырысбектің үйіне жеткізіп бердік. Егер өгіз шанаға тер болсақ, мұнымыз дәу бір шана отын еді. 10 шақты бала жанын теріміз шыға жүріп, әлгінің бәрін Ырысбектің қорасына кіргізіп, тап-тұйнақтай етіп бір жағына жинап қойдық. Өз үйлерімізде шыбық басын сындырсақ шыңқылдап тұратын бір құшақ отын бұтағаның өзінде үйдегі үлкендерді заржақ қып барып әзер тіл алатын шіркіндер Ырысбек пен Әжібектің алдында өстіп мөнтен қағамыз. Біз тобылғыны тегіс кіргізіп болған кезімізде Ырысбек үйінен шыққан бәрімізге жағалай бір қарап өтті де: «Ей, адъютант Әжібек!» деді. «Иә, жолдас командир!» деп Әжібек қарсы алдына жетіп барды. «Мынау балалар бүгіннен бастап жай әскер емес, ең сенімді, ең батыр, алдыңғы шепте өзімнің төңірегімде ғана жүретін төлеңгіттерім болады», деді. Біз ол сөздің мәніне түсіне қоймай бір-бірімізге, одан Әжібекке қарағанбыз. «Опшым, төлеңгіт болғаны ұтылмайсыңдар. Басқа балаларға сендер командирсіңдер», деп түсіндірді Әжібек. «Дұрыс айтады», деді Ырысбек оның сөзін қостап. «Ертең мен мына Әжібекті МТС-қа темекі әкелуге жібергелі отырмын. Темекі әкелген соң бәріңе шылым тартуды үйретеміз». Біз төбеміз көкке жеткендей боп қуанып қалдық. Бір-бірімізге жымыңдаса қарап, шылым тартуды үйренетінімізге мәз болып тұрмыз. Шылымды қышырлана тұрып сорып, оның түтінін мұрнынан, көзден, құлақтан шығару деген керемет қой. Бар тілегім Ырысбек қашан үлкейіп болғанша, көкем мен апамның суретін алғанымды Нәзира әпкем білмес екен деймін. Кешкісін жұмыстан келгенде сандықты альбомын алып қарай көрмес екен деп қыпылдап отырам. Абырой болғанда ол қырманнан діңкелеп шаршап келеді де, кешкі тамағын іше сап, ештеңеге қарауға шамасы келместен мұрттай ұшады. Бар айтатыны: «Қанатай, қол диірменді өзің айналдырарсың», дейді. «Мақұл әпке, алаң болма», деп мен осы үйдің онан кейінгі естияр ретінде ертеңгі ішім-жем талқанды тас диірменге тартуға кірсем. Тас диірменді айналдыру ауыр, қолдың қарын талдырады. Бірақ амал қанша, әжемнің шамасы жетпейді. Басқа балалар әлі кішкене. Сондықтан қолымның қаншама талып, иықтарымның талмаусырап, қарысқанына қарамастан, бар күшімді жинап, әбден әлім құрып діңкелегенше күшене отырып айналдырам. Маңдайымнан тер бұршақтап, көзім қарауытып кетеді. Сонда да әжеме, інілерім мен қарындасыма сыр белдірмеймін. Әжемнің: «Болды қарағым, алдындағы ауыр тас, иығыңды ауыртып аласың», дегеніне қарамастан ылғи да қос уыс бидайды артық тартам. Бүгінде сөйтіп кішене отырып ертеңгі күннің талқанын тартып боп қалған кезімде тарс-тұрс есік ашылып, үйге Ырысбек пен Әжібек кіріп келді. Есіктің қатты ашылып, қатты жабылғаны сонша, үйдің ортасындағы дөңгелек үстелдің үстінде тұрған майшам жалп-жұлп етіп өшіп қала жаздады. «Кеш жарық, әже», деді Ырысбек даусы гүр етіп. «Қарағым, Ырысбекпісің?» деп әжем келгендерге сығырая қарады. «Иә, мен ғой әже». «Қасыңда тағы біреу бар ма?» «Әжібек қой». Мына беймезгіл уақытта жай жүрсіңдер ме?» «Балаңыз бен келініңіздің суретін үлкейтіп едім, соны әкелдім», деді Ырысбек даусын көтере сөйлеп. Сөйтті де өз қолындағы ораулы қағаздың бір жағын Әжібекке ұстатып шамның жарығына тосқан. Әнеу күнгі өзің берген суреттен айна қатесі жоқ көкем мен апамның үлкейтілген суретін көргенде, басы әжем болып, бәріміз есіміз шығып аңырап қараппыз да қалыппыз. Кәдімгі көкем мен апам тіріліп үйге кіріп келгенде, әжем өз көзіне өзі сенбегендей жақыннан қарап кеп үңіле қарады да: «Қарғаларым, қос қарашығым, тіріліп келгендей боп қатар тұра қалғандарым, о, менің айым мен күнім», деп айналып толғанып есі шығып кетті. «Әже, қай жерге лейін?» деп сұраған Ырысбек. «Төргел», деді әжем. Абырда-абырға Нәзира әпкем де оянып кеткен. Әуелгеде түкке түсінбей басын көтеріп ап одырая қарап жатты да, Ырысбек ойқастап барып төрге суретті ілген кезде ғана істің мәніне түсінгендей орнынан тұрды. Әжемде ес қалмады. «Ағаларыңа төрге көрпе салыңдар. Әй, Болатжан, от жаға қойшы құлыным», деп бәйек боп шәугімге су құйып, шай қойып, Ырысбек пен Әжібекке елжірей қарап: «Төрге шығыңдар, отырыңдар. Айналып қана кетейін сендерден. Өлгенді тірілтті деген осы, мың жас ағырлар. Өркендерің өссін, қос қарағым. Әй, Қанат, ауыз үйдегі сүтті әкелші». Бұл енді әжемнің ағынан жарылғанының белгісі. Әне-міне суалуға таянған қоңыр сиырымыздан күніне 2 кеседей ғана сүт шығады. Соның 1 кесесін шайға да,
Бір кесесін күніне бір рет жасайтын атала көжеге қататын. Қазіргі маған алғызғаны ертеңгі көжеге қатуға алып қойған үстеді. Сол үстке әлгінде ғана ақтер көктер боп ертеңгі азыққа деп мен тартқан талқанды түгел бір табақ қыпшылап Ырысбек пен Әжібектің алдына қойды. Алыңдар, айналайындар, деп бәйек боп жүр. Әй, Нәзира, ағаңа шай құй. Нәзира әпкем де төрдегі суретке қарап қойып, риза көңілмен шай құйып беруге тырысты. Біз балалар да әке-шешеміздің суретіне қайта-қайта жалтақтай қарап, онан шылаған талқанды көсе асаған Ырысбек пен Әжібекке көз саламыз. Аузымызға үйірілген сілекейді тамсана жұтып қойып, ернімізді жалаймыз. Үйеме табақ талқан лезде сап болды. Маңдайлары тершіген Ырысбек пен Әжібек бір-біріне қарап жымыңдасып қояды. Әжібек кекіріп те алды, тойғанның белгісі. Ыстық суды сораптата ұрттап бірер шыны аяқ ішіп тоқтарын басқаннан кейін Ырысбек Әжібекке ымдап қол созған. Әжібек ұшып тұрып, келгендерінде қабырғаға сүйеп қойған домбыраны орауынан ашып ұстата берді. Ырысбек домбыраны қолына алып, құлақ күйіне көтере бебеулетіп қағып-қағып жіберді де, онан соң әжеме: «Әже, сізге бір ән салып берейін», деді. Көзінің қиығымен Нәзира әпкеме де қарап қояды. «Сала ғой, қарағым», деді әжем елжіреп. Сол-ақ екен, Ырысбек домбырасын безілдетіп алып, төбе қиқаңды шымырлатар ғажап әуендердің бірінен кейін бірінің басын тез-тез қайыра отырып, бір кез: «Ахоу, хайлилау-лилау-лилау» деп әдемі зор қоңыр даусымен бастап кеп жіберген кезде көп күңгірт боп көлеңкелеріміз ербиіп, үрейі ұшып отыратын жадау-жадау үйдің іші самаладай боп жарқырап сала берді. Қыз емес, қыздың аты қызыл асық, жігіттер қыз балаға болған ғашық. Сырттары дүниені сықырлатып, уысына қысқан ызғарлы қыста, көзің түскен жерде мен мұндалап екі иығынан зілдей боп басып тұратын жадау-жадау тұрмыста, әркімнен бұғып жасқанып, именшек отыратын күйкі тірлікте, бәрі ысырылып, кейін қап, дүние түгел әсем әнге сән-салтанатқа толып, жартекеш көңілдің кем-кетігі тегіс жазылып, жайраңдаған жаз өмір орнады. Шіркін, өмір деген қандай сұлу, қандай жарқын. Өмір сүру, тірі жүру қандай бақыт. Адамдардың бір-біріне деген кіршіксіз таза көңілі, бір-біріне көрсететін сый құрметі, сүйіспеншілігі қандай ғажап. Шіркін, осындайда ғажап ән, ғажап дауыс болады екен-ау. Бүкіл болмысыңды сиқырлап алып, өзімен бірге еліктіріп, елітіп, тіл жеткізіз ғаламат сезімге бөлейді. Сөйтіп бір әннің сиқырлы дүниесіне еніп, соның несінен ес жия алмай езіліп отырғанымызда Ырысбек екінші әнді бастап кетті. Тағы да алғашқыға ұқсас, одан ары түспесе кем түспейтін әсем дүние есігін ашты. Онан кейін үшінші ән, төртінші ән, бесінші ән. Ырысбектің әндері көбейе түспесе азаюшы еді. Көзін жұмыңқырап ап, бет-аузы әннің ырғағына қарай сан құбылып, әдемі зор даусымен бүкіл дүниені сиқырлап қойғандай. Көптен бері сонау өзі әскерден қайтқан күнгі кештен кейін оның дәл бүйтіп ән салғанын көрмеп едім. Өңі керемет сұлуланып, нұрланып, әншейіндегі жексұрындығынан, иттігінен де із қалмаған. Әжем алдындағы жылық-жылық жабағы жүнді жібек шеталдап түте отырып, әрбір жаңа әннің тұсында басын көтеріп ап, көз жасаура сығырайып, Ырысбекке айналып толғана елжірей қарайды. Көңілінің көптен бері бір жадырағанын жасыра алмайды. Кішкене балалар болса әншейіндегі бірін-бірі түртпектеп отыратын қылықтарынан пышақ кесті тыйылып, бақ жайған көздерін Ырысбектен алмастан ауыздарын ашқан күйде демдерін іштерінен алғандай тым-тырыс отыр. Нәзира әпкем пеш жақтан кеп үстелге бір қырын сәл теріс қарап отырып шай құйған әлгіндегі қалпында тас боп мелшиіп қатып қалған. Ән тыңдап отырма, жо әлде қалғып кетті ме белгісіз. Қанша уақыт өткенін кім білсін. Бір кез бет-аузын қара тер басқан Ырысбек шаршағандай әнін тоқтатып, барлығымызға күлімсірей қарап шықты да: «Осымен болған шығар», деді. «Өркенің өссін қарағым, көңілімізді бір көтеріп тастадың ғой», деп әжем шын көңілден ризашылығын білдірді. Жанар мен Жанат әжемді төңіректеп барып ұйықтап қалған. Олардан не десек те болады, қалғып мүлкіп есінеп отырса да, намысына тырысып ұйқыға жеңдіргісі келмейді. Менің де ұйқым келіп отыр. Бірақ үйдегі естияр еркек өз мекенім есіме түссе-ақ, ұйқым шайдай ашылады. Нәзира әпкем тұрып төсек салып, әжемнің екі жақ етегін ала жатқан Жанар мен Жанатты жатқызды.
Көзің қызарып кетті, сен де енді жат төсегіңе, деді Болатқа. Нәзира әпкем балаларға төсек сала бастаған соң Ырысбек пен Әжібек те енді өздері де тым кеш отырып қалғандарын түсініп кететін шығар деп ойлағам. Олай болмады. Әже, от жағылмаған суық үйге барғым келмей отыр. Рұқсат болса, осы үйдің бір бұрышына қона кетсем деймін, деді Ырысбек самбырлай сөйлеп. Әжем сәл үндемей қалды да, алдындағы түтілген жүнін жинастырып, етегін қағып орнынан тұрды. Қонам десең, қона ғой қарағым. Қонақты қуып шығу салтымызда да жоқ қой, деді. Маған әжемнің бұл жауабы Ырысбектен гөрі Нәзира әпкеме айтылғандай көрінді. Нәзира әпкем үн-түнсіз балалардың төсегіне қатарластыра қонақтарға да төсек салып бастады. Ырысбек пен Әжібек сыртқа шығып келуге кеткен. Әже, мен көрші үйдің біріне барып қонайын, деген Нәзира әпкем. Сөйтсең, сөйт қарағым, деді әжем күрсіне тұрып. Ырысбек пен Әжібек кіріп, киімдерін шешініп жатуға ыңғайланған кезде, сырт киімін желбегей жамылып, Нәзира әпкем далаға шығып кетті. Әжем жатқан соң жыпылықтап тұрған шамды өшіріп, мен де кеп орныма жаттым. Көзім енді ілініп барады екен, біреу бүйірімнен нұқып қалды. Әй, Қанат, әлгі Нәзира әпкең қайда кетті? Деп сұрады Әжібек сыбырлап. Білмеймін. Немене сонда, ол бүгін үйге қонбай ма? Көршілердің біреуінің үйіне қонам деп кетті. Әжібек дереу сырғып барып, мен айтқандарымды сыбырлап Ырысбекке жеткізді. Сәлден кейін Әжібек сырғып қасыма қайта келді. Әй, Нәзира әпкем кімнің үйіне кетті? Білмеймін. Неге білмейсің? Кімнің үйіне кеткен айтқан жоқ. Қап. Енді қараңғы үйде Ырысбек пен Әжібектің күбір-күбір сөзі көбейейін деді. Екеуі қараңғыда отырып киіне бастады. Әй, Қанат, кейін, сен бізді шығарып саласың, деді Әжібек әмірлі үнмен. Өзімнің де күткенім сол еді. Осы пәлелерден тез құтылайық деген оймен оңайда тұрған киімдерімді лып-лып еткізіп үстіме ілесіп, қараңғыда жандарына бардым. Бұғайсың, қараңғыда үйде түрегеп жүрген, деп сұраған әжем. Әже, біз ғой, қазір далаға шығып келеміз, деді Ырысбек. Деп әжем онан әрі қарай күбірлеп Құдайға сыйынып кетті. Мен қараңғы үйде сипаланып жүріп, есікті ашып, екеуін бастап сыртқа алып шықтым. Түн тастай қараңғы екен. Аспан бұлттанып, оңнан желемік соғып тұр. Күн бұзылып, қар жауардың алдында өстейтін. Иттердің ғана үргені болмаса, ауыл үйдің арасы тым-тырыс. Бірде-бір үйде шам жоқ. Бәрі де тегіс ұйқыға кеткен. Нәзира кімнің үйіне кетті? Деп енді Ырысбек сұрады. Білмеймін. Қалайша білмейсің? Деп ол шап етіп жағамнан ұстай алды. Менің зәрем ұшып кетті. Әжелеп аттан салуға шақ қалдым. Маған айтқан жоқ. Жоқ, сен білесің. Қазір барда, әжем шақырып жатыр деп ертіп кел. Рас айтам, ағатай, кімнің үйінде екенін білмеймін, бізге айтпай шығып кетті, деп мен шыргөбелек болып тұрмын. Онда білмегенің үшін жаза тартасың, деп Ырысбек дір-дір етіп тұрған күйімде тіп-тік көтеріп алды да, шыркөбелек айналдырып әкеп, есік алдындағы қалың күресінге басымды төмен қаратып қойып қалды. Түнге қарай беті сіресіп жатқан қатты қардың төбеме қатты тигенін білем. Бет аузымды қалың бір кезде осып жібергенін білем. Онан әрі сәл есім ауытқып кетіпті. Басым төмен қарай шаншылып, күресін қарда қанша тұрғанымды білмеймін. Бір кез есім кіргендей болып, аяқ қолымды тыпырлата бастағам. Көрім болғанда, күресіннің жарғабақ жағы опырылып кетіп, есікке қарай домалап түстім. Жан жағыма үрейлене қарасам, Ырысбек те, Әжібек те жоқ екен. Домалай ұмтылып үйге кіріп, жандармен есікті жауып, ілгегін салып алдым. Деп осы жерде ғана есімді жиғам. Ішкі есік ашылып, қолына жалпшылып еткізіп, май шамды ұстап, әжем шықты. Қанатпысың, тыныштық па? Тыныш, дедім мен әжемді қорқытпайын деп түк болмағанда жайбарақат үнмен. Әлгілер қайда? Үйлеріне кетті. Тыныш кетті ме әйтеуір? Иә, тыныш кетті, дедім өне бойым дір-дір етіп, енді сәл тұрсам әжемді құшақтап еңіреп жіберуге дайын тұрмын. Ұйқым келді, әже, жатайықшы. Ертеңгісін беті қолымды жуғанымда түндегі қар сүрген жерлер тызылдап ашып, алақаныма қабыршақ жаралары мен домбыққан істер білінді. Айнаға барып қарағам. Маңдайым, мұрнымның үсті, екі бетімнің ұштары мысық тырнағандай жара-жара боп қапты. Қанат, сенің бетіңе не болған? Деді Болат таңырқап. Білмеймін, дедім мен өзімде таңырқаған болып. Түнде жалмауыз кемпір кеп тырнап кеткен ғой. Солай шығар, өзі байқамаса, әжеме айтпа, босқа қорқып қалады, дегем. Жарайды, деді Болат. Көршіге түнеп келген Нәзира әпкем де есіктен кіре бере бетіме жалт қарап. Саған не болған? Деді үрейлене. Жай, әншейін,
дедім мен иығымды қиқаң еткізіп. Түндегілер ғой. Мен басымды изедім. Әпкем кеп құшақтап бауырына қысты. Қанатай, мен үшін сені де әбден қорлап болды, Ырысбек оңбаған, деді. Даусы дір-дір етіп, алқымына өксік тығылғанын сезіп тұрмын. Әй, Қанат, деді осы кезде ауыз үйде шелектерді сылдырлатып жүрген әжем дауыстап. Анау қорадағы малды шығар. Мен әпкемнің құшағынан шығып есікке беттедім. Әжем көрді ме, біле ме? Деп сұрады әпкем. Жоқ, білмейді. Онда айтпай-ақ қой, тағы да жылап-сықтап мазасы кетеді. Айтпаймын. Шай үстінде бетімді көлеге ленкіреп, бір қырын отырдым да, ала көлеңке үй ішінде әжем де, кішкене балалар да бет-аузымның жарасын байқамады. Ойнап көп жүріп алмай, түске қарай ертерек қайтып малды суғар, деді әжем. Мақұл. Шанамды сүйретіп далаға шықсам, көшенің ортасында Әжібек тұр. Тістерін ақсита күліп, қасына шақырды. Бет-аузың аймандай бопты ғой, деді мәз болып. Әрине, оған күлкі, мен үндегем жоқ. Сенің Нәзира әпкең де қызық, қашып кетпесе қайтер еді, деді ол менің әпкемді кінәлай сөйлеп. Ырысбек қазір оған ғашық, байғұс түні бойы жылап шықты. Қатын үшін жылаған адамды көргенім осы. Өзі де ұйықтаған жоқ, мені де ұйықтатқан жоқ. Ғашықтықтан күйіп жанып барам дейді. Қанат, сен енді ол үшін ренжіме. Ырысбектің бұл жолғы махаббаты нағыз шын махаббат сияқты. Әжібек-ау, бауырым-ау, осы уақытқа дейінгінің бәрі бекершілік екен дейді. Ант су ішті. Ел сияқты семья құрып үй болғым, бала сүйгім келеді дейді. Көшенің төменгі жағынан шағыр, көз жерінен шанаға жеккен пошташы мақым шал шыққан. Общым, келген соң мен саған түсіндіріп айтам бәрінде, деді сөзін асыға тұжырымдаған Әжібек. Қазір анау поштаның шанасымен мытысқа темекіге кетіп барам. Ырысбек міне 100 сом берді, деп қалтасынан жалпақ ақшаны суырып ап көрсетті. Осының бәріне темек сатып әкелем. Әлі шылым тартуды үйренеміз. Әжібек қасымыздан өте берген пошташы шалдың шанасына секіріп мініп, МТС-қа кетті де, мен ауылдың шетіндегі сайда қабағында көшкіннен шана теуіп жүрген балаларға қарай тарттым. Көшкіннен секірте шана теуіп біраз ойнаған соң, малдарды суғаратын кез болды деген мезгілде әжеме берген уәдем бойынша үйге қайтқам. Енді бет-аузымдағы жараларымды көрсе көрсін деп жасырмай келдім. Егер не болды деп сұрай қалса, шанамен көшкіннен секірем деп жығылып қалдым дей салмақпын. Осы оймен қаперінде ештеңе жоқ үйге кіріп келсем, терезеге таяу жалғыз орындықта Ырысбек отыр. Қанатай, күнім жақсы ма? Дейді маған елжірей амандасып. Тіпті түк болмағандай, түнде ғана мені күресіндегі қырға бет-аузымды жара-жара қып, төбемнен шанышпаған адамдай мүләйім сыйғапты. Мен үндегем жоқ. Ошақ жаққа барып, кәнге сүйене тұрдым. Қазандықтың желкесіндегі дәу қара пышақтың орнында жатқанын көріп, көңілім орнына түсті. Егер осыдан Ырысбек артық әбес бірдеңе істер болса, сол қара пышақпен ішін жаруға бекіндім. Әжем жүн түтуге кірісіпті. Нәзира әпкем кәннің екінші шетінде иығына апамнан қалған ескі күпәйкені жамылып, шылық тоқып отыр. Әскерге жіберілетін киім. Балалар кән жақта бұрышта сабаннан қалпақ тоқып мәз-мәйрам. Сабаннан қалпақ тоқуды немістің балаларынан үйренген. Әжем мен кірмес бұрын бастаған сөзін жалғастырды. Сен өйтіп бізді басында қарағым. Саған қолымнан қызымды бере алмаймын. Өйткенше бұл дүниеден байсыз өтсін. Ал егер менің айтқаныма көнбей, өз бетімен саған ілесіп кетер болса, міне, Құдай алдындағы сөзім, екеуіңе де қарғыс айтам. Әже, мен қарғыстан қорықпаймын, деп Ырысбек мырс етіп күлген. Әй, деді әжем оқысынмен. Өйтіп көктен түскендей боп көкіме. Шын қарғысқа ұшырасаң, оның дауасын қайтару қиын болады. Әсіресе жетім жесірдің көзі жасы жібермейді. Бұ дүниені қойып, о дүниеде де алдыңнан шығады. Әжемнің шындап ашуланғанын көргенім осы еді. Ұшып тұрып ошақтың аузында жартылай отта жатқан ыстық көсеуді көтеріп алды да Ырысбекке есікті мегзеді. Әжетай, қойдым, күнім әжетай. Сөзіңе құлдық қойдым, кеттім, деп Ырысбек лажсыз күлгенсіп есікке беттеді. Ол кеткен соң әжем орнына кеп отырып, жүнін түтуге қайтадан кірісті. Көпке дейін үйдің ішінде тым-тырыс тыныштық орнаған. Тек жанардың қуыршағына лағнет деп сыбырлай ұрысқаны естілді. Әлден уақытта әжем: Ей, жаратқан бір Алла, кешіре көр өзің. Жаратылысымда үйден кісі қуып шығып көрмебем, мәжбүр болдым, деді ауыр күрсініп. Қолы қолына жұқпай шұлық тоқып отырған Нәзира әпкем бір кез ісін тоқтатып: Әже, деді. Ау, қарағым. Жоғар жақтан үкім кепті. Әйелдер мен қыздарды трактордың оқуына жібер деген.
Соған әне бір күні Байдалы шал колхозатынан сені жіберсек қайтеді деген маған. Егер келісім берсем, енді жарты айдан кейін сол оқуға кетерем. Әжем де түтіп отырған жүнін тоқтатып, оған оқыс бұрылып: «Ол теміріңді әйел жүргізе алушы ма еді?» «Жүргізеді. Соғыстан бұрын Паша Ангелина деген тракторшы әйелдің атымен суретті газеттен түспеуші еді ғой». «Қыз баласың ғой, білегің жіңішке, темірді жүргізу ауыр тимесе». «Тракторды жүргізу үшін қара күш емес, білім керек, айла тәсіл керек». «Қайдам, қарағым, өзің білесің де», деді әжем тағы да күрсініп. «Трактордың оқуын оқысам, бір жағы мамандық алар ем, екіншіден мына ауылдағы қаңқу-саңқудан аулақ болар ем. Әжеу, өзің ойлап қарашы, қысы-жазы колхоздың мені қуаламайтын жұмысы жоқ, айлап апталап далада жүрем. Ал трактордың оқуын бітірсем, сол мамандығым бойынша істейтін белгілі бір жұмысым болар еді». «Мейлің онда, барам десең бар», деді әжем келісімін беріп. Қуанып кеткен Нәзира әпкем жымың-жымың етіп күлімсіреп, маған қарап көзін қысып қойды. Мен сыртқа шығып күндегі дағдымен қоңыр сиырмен екі ешкіні айдап апарып тұмадан суғарып қайтып келе жатқанымда, ауданнан келетін үлкен жолмен ауыл көшесіне кірген бір атшана қарсы жолыққан. Үстінде екі адам бар екен. Бірі шинель киген, иығында погоны бар, едірейген қалың мұртты, көз шарасынан шыққан жалпақ бет, алпамсыдай зор денелі кісі. Белінде ұзын қылышы бар. Ал екіншісі тон киген, бет-аузын қалың түкті сақал мұрт басқан ат айдаушы орыс шал. «Әй, балам», деді мұртты кісі маған. «Ырысбек дегеннің үйі қайсы?» деп сұрады. Мен Ырысбектің үйін нұсқағам. Әлгілер аттарының басын солай қарай бұрды. Сүрлеу жолдан шыққан ат қалың қарды омбылай жүрді. Қайдан шыға келгендерін білмеймін. Соның арасынша біраз бала қасыма топырлап жиналып та қапты. «Қанат, ол кім екен? Милиция ма? Неменеге келіпті?» «Кімге келіпті? Сенен не сұрады?» деп балалар жан-жақтан сұрақтың астына алып жатыр. «Білмеймін неге келгендерін. Ырысбектің үйін сұрады». «Ойбай, онда бір қызық болады десеңші. Ал кеттік солай қарай». Біз енді жапа-тармағай Ырысбектің үйіне қарай шұбадық. Көшенің қалың қарына малтығып, атшана жеткенше біз Ырысбектің есігінің алдына топырлап жиналып та қалғанбыз. Ырысбек сурет салып отыр екен. Әуелгіде балалардың есігінің алдында неге топырлап жиналып қалғанына түсіне алмай, терезеден бізге қарап түсін суытып саусағын безеген. Артынша атшана кеп кесе-көлденең тоқтай қап, одан погоны бар шинель киген мұртты адам ұзын қылышын сүйретіп секіріп түскенін көргенде, көзі алақтап есі шығып, терезеден кейін қарай ыршып кеткендей болды. Мұртты адам ішке енген. Мұндайда біз қалушымек, соңынан топырлап ауыз үйге ілесе кірдік. Түпкі бөлмедегі Ырысбекпен екеуінің сөйлескен сөздері бізге анық естіліп тұрды. «Жігітім, міне повесткаң. 15 минут уақыт берем. Тез жинал. Қазір өзіммен бірге ала кетем», деді мұртты адам бұйыра сөйлеп. «Қалай? Аяқ асты қалай жиналам?» деген Ырысбек сасқалақтап. «Сенің не жиналатың бар? Қалай қиып қалдырамау дейтін қатын балаң жоқ? Әйда, киіміңді кие жүр». «Азық-түлік дегендей, өзің курортта жатқандай әбден ақ семіріпсің. Бір-екі күнге аштан өле қоймайсың. Ертең таңертең комиссияға саламыз да, кешке қарай отправка жасаймыз. Бол, жинал. Күтіп тұратын уақытым жоқ», деді мұртты адам даусын көтеріп. «Мынау дүниелерім...» «Сен өзің немене, әскери тәртіпті ұмытқансың ба? Қай солдат үй мүлкін арқалап жүруші еді?» деп ақырып қалды мұртты адам. «Кейін тез. Мен осылай қарап тұрам. Көзімше кейін. Анау дорбадағы темекі ме? Бері маған бер. Менде болады. Темекі шектің десе, шетінен беріп тұрам». Аздан кейін мойнына су кеткендей боп сүмірейген Ырысбек ішкі бөлменің есігін ашып тастап: «Қанатай, мына музыка аспаптарымды саған қалдырайын. Аман сау қайтсам өз қолыңнан алам ғой», деген. Менің екі бетім дуылдап, өне бойым дірілдеп кетті. Ызадан, намыстан болу керек. «Керегі жоқ», дедім тісіне тұрып. «Нәзира әпкеңе айтсаң...» «Керегі жоқ дедім ғой, біздің үйден аулақ. Нәзира әпкем ауылда жоқ, оқуға кеткен», деді мызақорлана дауыстап. «Солай ма? Онда кімге қалдырсам екен?» деді абдыраған Ырысбек балалардың әрқайсысына кезек қарап. Бірақ ешқайсысының рай білдіре қоймағанын көрген соң, беті қайтып лажсыз үнмен: «Кімге қалдырдым енді, деп мұртты адамға жалтақтаған. «Қатыннан қатынды қолға бауыстырғандай алып жүр деп еді ғой, солардың біреуіне қалдырмайсың ба?» Ырысбек кімге қалдыратынын енді ғана есіне түскендей Бәтенге: «Айналайын, дүрияға жүгіріп барып келші», деді жалынып. Бәтен жүгіріп кетті. Ол келгенше Ырысбек музыка аспаптарын, сурет салатын қағаздары мен қарындаш бояуларын жинастырып орап, буып түйуге кірісті. Сәлден кейін ентіге жүгіріп Бәтен қайтып оралды. «Керегі жоқ, маған ештеңесін қалдырмасын дейді».
Ырысбек бетінен ұрып қалғандай басын ішіне бұғып құнысып тұрып қалды. Солай деді, деп басын шайқады. Одан соң мұртты адамға қарап, кешіріңіз, енді бір адамды шақыруыма рұқсат етіңіз, деді. Мұртты адам басын изеді. Біреуің Зибашқа барып шақырып келіңдерші, деген бәрімізге жалына қарап. Зибаш үйінде жоқ, станцияға ас тартуға кеткен, деді бір бала. Қап, Әжібек те жоқ. Қайрат, сен бір тіл алғыш бала едің, барып анау Эмманы ертіп келші. Бұл Ырысбектің ең соңғы үміті еді. Өзі әлгінде ораған заттарын тағы бір байқастап түгендеп шықты да орындыққа түсе бүкті. Көзі бажырайып үйдің қабырғаларына, төбесіне қарайды. Іште үйімен қоштасып отырған тәрізді. Орамалын алып, жасаураған көзін сүртті. Қайрат та Эмманың үйіне құстай ұшып барып келді. Маған ештеңесін қалдырмасын, керегі жоқ. Әйтпесе анау қазақ әйелдері жұлып жейді деді, деп хабарлады. Жарайды, деп көз жасқа толған Ырысбек орнынан тұрды. Үйінің ішіне тағы бір қарап, үнсіз қоштасты да сыртқа шығып есігіне құлып салды. Мә, мына кілтті Әжібекке тапсыр. Ырысбек ағаң аманат етіп қалдырды деп кілтін бәтенге берді. Шана есік алдынан шыға берген кезде, оу, деген әйел дауыс естілді. Үйлердің арасынан қалың қарда жығыла сүріне Дүрия келе жатыр екен. Қолында түйіншегі бар. Мұртты адам шанасын тоқтатты да Ырысбекке қарап, әне, 1-2 күндік азығыңда келе жатыр, деді. Дүрия жақындай бере, аспаптарыңды алып қалмағанына ренжіме. Ендігі жерде менің оларға ие болып қалуымның еш реті жоқ. Оның үстіне әлгі кереңнің қолына түссе өртеп жібереді, деді кешірім сұрағандай. Құдай қосқан қосағым едің, қоштасқалы, арыздасып қалғалы келдім. Жолың болсын, азаматым, аман сау қайт. Менің саған деген еш өкпем жоқ, ал менің қателігімді кеше алсаң, кешір. Еңкейіп кеп Ырысбектің мойнынан құшақтап, ұзақ қысып тұрып сүйді. Екі иығы селкілдеп жылап тұрды. Құшақтары жазылғанда көрдік, Ырысбектің көзінен де тарам-тарам жас торғалап отыр екен. Мұртты адам ал кеттік дегендей белгі берді де шана орнынан қозғалды. Қош, туған жер, қош бол ел жұртым, деді Ырысбек даусы дірілдеп. Оның кетіп бара жатқанын Дүрия мен біздерден өзге ешкім де білген жоқ.